Құрметті тыңдармандар, мен бүгін ағылшын тілін үйренуде осы Google Play немесе Play Market деп жатамыз соткадегі Google ұсынған қолданбалар дүкеніндегі ағылшын тілін үйренуге қажетті қосымшалар туралы айтамын. Ол арқылы Android операциялық жүйесін пайдаланатын құрылғылардың иелері әртүрлі қолданбаларды өздеріне орната алады. Яғни осы Google Play бізде барлығымызде соткаде бар, және соны қолдану арқылы біз ағылшын тілін үйрене аламыз. Яғни ол қолжетімді. Мінекей 4 дағдыны қамтуына және А1-ден С2 деңгейге бөлінуіне байланысты топ 10 қолданбаларды таңдап алдым. Яғни бізде 4 деңгей деген ол әрине listening, speaking, writing, reading, және де осы қиын деңгейлерге сәйкес келе ме жоқ па. Бізде ең бірінші орында бұл cake, бұның рекламалары да көп болады. Себебі ода барлық 4 деңгей қамтылған және С2 деңгейіне дейін барлық сөздерді үйренуге сөзді, яғни сөз тіркестері мен сөйлемде бір жағдаятта қолданып жаттап алуға болады. Екінші speaking English fluently, яғни бұл әрине speaking дамытады көбінесе, және барлық басқа да деңгейлер бар. Английский за 30 дней, simpler, English listening step by step, 6-шы English Galaxy, 7-шы EVA, English writing, grammar and world make-up puzzle, яғни соңына кәдімгі puzzle'ды да қостым 10-шы ретінде. Мінекей бұлар Play Marketте осылай көрінеді. Соның ішінде ең бірінші орында бізде cake, яғни бұл ауызекі ағылшын тілін дамытуға көмектесетін сабақтар, тапсырмалар мен функциялар бар қолданба. Енді мен видео арқылы көрсетейін. Яғни мысалға Play Marketті қолдана алмайтындар кішкентайлар болса, Play Market деп жазамыз Google-ге кіріп. Немесе ол соткаде осылай белгісі арқылы тауып алсаңдар, Google Play немесе бұрынғы атауы Play Market деп тұрады. Соған керек английский деп жазсаңдар да, ағылшын деп жазсаңдар да, сендерге қосымшалар шығады. Мысалға step by step listeningді ашып жатырмын. Неке біріншісін таңдадым. Соткамызге установить етіп алуымызға болады, орнатып, немесе компьютерде онлайнда көруге болады. Оның ішінде нелер бар? Мысалға бізде бір текст беріледі, соған қатысты сұрақтар, және бізде нелер бар, жауаптары бар. Соны таңдау арқылы ода дұрыс жауабы бәрі шығады. Жаңа оны тыңдауға болады, сөйлемдерді, произношение дұрыстау үшін, яғни қалай айтылымы. Әртүрлі тақырыпта аудиолар бар мынандай. Listening, бұда да сондай, яғни мінекей деңгей бойынша бөлініп қойған, өте ыңғайлы. Әртүрлі, яғни тақырыптарға байланысты бөлінген, және неше сабақ екен көрініп тұр. 148, мысалы 195 lessons, яғни сабақтар деген. Және де сол сөз түсінбей қалысып жазсаңдар, онда ішінде сөздік бар. Және ол сөздерді сондай ненің ішінде де көрсетеді, сөйлемнің. Және мінекей транскрипциясы мен аудиосы бар сөздердің, қалай оқылу керек. Диалогтар тыңдап отыру арқылы тест жасауға болады болғаннан кейін. Мінекей дәл осылай. Мінекей мен бір түрін көрсетіп тұрмын, қалғандарында мен атауларын атап кеттім, солай кіріп өзіңізге ыңғайлысын таңдап алуларыңа болады. Осы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Сабаққа сендерге сәттілік тілеймін. Оқушылар менің көрермендерім көбінесе тыңдармандарым оқушылар. Сондықтан сендерге қыркүйек айына сәттілік тілеймін. Және алда әлі де көптеген ағылшын тілін қалай үйренуге болады деген пайдалы ақпараттар бөлісетін боламын. New English каналында қандай видеолар бар? Бізде жалпы 1-ші тоқсаннан бастап 4-ші тоқсанға дейін 5 пен 9 сынып аралығында БЖБ, яғни білім бойынша жиынтық және 90 бойынша жиынтық бағалаулар барлық тапсырмалары көрсетілген. Сондықтан менде көбінесе тыңдармандар бұл оқушылар.
Яғни кейбір мұғалімдер бізде мысалға жиынтық бағалауды толықтай түсіндірмейді, ашып көрсетпейді, кейде тек дайын жиынтықты бере салады. Сондай балаларға түсінікті болу үшін мен ашып көрсетіп бәрін талдап беремін. Енді 9-шы сынып бар, 10-11-ші сынып енді салынады. Алдағы уақытта 10 мен 11-ші сыныптың барлық жиынтығын салуға тырысамын. Яғни қыркүйектен бастап, 1-ші тоқсаннан бастап, және де оған қосымша міне топ 50 ағылшын тіркестері, яғни бастапқы үйреніп жүргендерге ағылшын тіліндегі 12 шақ, және де мұғалімдер үшін немесе сабақ өткізгісі келетіндер үшін онлайн шопинг тақырыбындағы сабақты қалай өту керек деген тақырыпта видео бар. Және де алдағы уақытта тағы қандай видео, яғни тақырыптар керек, соны комментарийға жазсаңдар, міндетті түрде, яғни сол тақырыптарды шығаратын боламын. New English каналына тіркелуді ұмытпаңдар. Мінекей, алда міне 1 жылда болған жоқ ашылғанына, әлі де көптеген видеолар